Үй жұмысы доп лақтыру әдісі арқылы өткен сабақтың мазмұнын сұрайсыз. Ой қозғау, оқушыларға осы суретті көрсету арқылы тақырыпты болжау. Бөлім адам жанының құпиясы. Тақырып Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасындағы кейіпкерлер әлеміне сипаттама. Ақан. Оқу мақсаттары: көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау, әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Сабақ мақсаттары: көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды, әдеби шығармаға сюжеттік талдау жасайды. Топқа бөлу: мозаика әдісі сурет қиындылары арқылы топқа бөлу. Партаның үстіне осы түрлі түсті етіп, осы жылқылардың суреті қойылады. Оларды бала таңдайды. Таңдап болғаннан кейін таңдаған суреттерге байланысты топтың аттары шығады. Демек, бірінші топ жүйрік, екінші топ тұлпар, үшінші топ сәйгүлік. Оқушылар топтардың аты жазылған парталарға барып отырады. Содан кейін интерактивті тақтада Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет беріп өтесіз. Топтық тапсырма: 3 топқа. Бірінші топқа флешбаун әдісі арқылы тапсырмалар бересіз, дескрипторын айтасыз. Екінші топқа тапсырма: сюжеттік композициялық талдау жасайды, яғни поэмаға сюжеттік композиция талдау жасау. Үшінші топқа креативті матрица әдісі арқылы кестені толтырады. Ақан сері Қорамсаұлы туралы оқушыларға мәлімет беріп өтесіз. Жеке тапсырма: ұры емес ауыл торып, ел шулатқан алғыр ой, ақын әнші көп тоқыған, текті қыз тазалықты қолына ұстап, арман-ақ сұлулықты сүю деген. Осы өлең жолдары арқылы бұл кімнің образы деп сұрақ қоясыз. Содан соң оқушыларға кино үзінділері беріледі. Егер құлагер бәйгеден озып келсе, қандай тілегің бар? Айта ғой, Ақан. Құлагердің тілеуін тілеңдер қалайық. Бұғаудағы бейбақтар, жапа шегіп қорлықтан көз ашпаған бауырлар. Үстіндегі ер тоқымы менікі болса да, құлагер мұна ұлан асыр ұлайқаста сендердікі. Егер бәйгеден бірінші келсе, бәрің түгел бостандық аласыңдар. Біздің бәйге қырда шапқан, шыдар ма қазақ жаны ұшып кетпей, аттарға шаң шығарып келе жатқан. Фильмнен алған әсерлері жайында және Ақанның бейнесі жайлы халықтың ардақтысы Ақан сері тақырыбында ой толғау жазады. Репортаж әдісі арқылы ортаға бір оқушы шығып, журналист ретінде оқушыларға сұрақ қояды. Репортаж әдісі арқылы оқушы осы сұрақтарды қойып шығады. Репортаж әдісі арқылы қойылған сұрақтардың ықтимал жауабы.
Рефлексия TikTok әдісі арқылы бұл қағазды альбомны етіп шығарып, ламинация жасап, мына жүректің тұсына және комментарий, сохранить деген белгілердің тұсына сіздер пышақпен немесе қайшымен қиып, арғы бетіне пленка жалғап алсаңыздар болады. Осылай шығарылған қағаздарды 3 топқа бөліп оқушылардың алдына бересіздер. 3 топқа 3 қағаз. Оқушылар өздеріне ұнаған тұстары болса жүрекшеге апарып салады. Қағазға жазып, кішкентай қағазға жазып, жүрекшенің тұсына апарып салады. Егер айтатын ойы комментарий болса, комментарийінің тұсына, және сақтап алатын дүниелер болса, сохранить деген батырманың тұсына апарып, қағазға жазып, ішіне салады. Үй жұмысы. Құлагер поэмасындағы Құлагер мен Абайдың аттың сыны өлеңіндегі аттардың сипатын салыстырыңдар. Егер сіздерге пайдалы сабақ болса, лайк басып, комментарий жазуларыңызды өтінемін, және арнаға тіркеліп кетсеңіздер. Рахмет!